Сәлем, менің каналыма тіркеліп кет. Лайк басып, сұрақтарыңды комментарийге жаз. Бүгін мен сіздерге фотоны немесе суретті қалай қимылдату керек, жүгірту керек, билету керек, осындай іс-қимылдарды жасағыңыз келсе, онда видеоны соңына дейін көреміз. Ал кеттік. Ең алдымен сіздер Animated Drawings деген сайтқа кіресіздер. Animated Drawings. Осы жерде бірінші тұрған сайтқа кіреміз. Осы жерде Create Your Animation дегенді басамыз. Try it now дегенді басамыз. Accept дегенді басамыз. Мінекей осы сайт. Енді бұл сайтта мына жерде инструкциялар жазылған. Қандай персонаждар болу керек. Өздеріңіз Google переводчикпен аударып оқысаңыз болады. Мен сіздерге қысқа нұсқа айтып кетсем. Фото ақ фонда болу керек. Яғни біздің персонажымыз ақ фонда болу керек міндетті түрде. Одан кейін оның қол аяқтары бір-біріне жабысып тұрмау керек. Осындай ашық болу керек мінекей. Екі қолы екі жақта, екі аяғы екі жақта бір-біріне мешат етпейтіндей. Мысалы, екі аяғы бір-біріне жабысып тұрмау керек. Қолы ішінде тұрмау керек. Осылай ашық болып тұру керек. Келесі, астында Upload Photo дегенді басамыз. Осы жерде, мына жерде менде бір қыз бар, персонаж. Осыны қазір анимация жасаймыз. Фотоны қазір тірілтеміз. Next дегенді басамыз. Осы жерде керек емес зоналарды кесіп тастаймыз. Next дегенді басамыз. Мінекей осы жерде Highlight the character деп тұр. Яғни персонажды выделять ет деп жатыр. Бұл жерде өшіргішпен өшірсеңіз болады, керек емес жақтарды карандашпен выделять етсеңіз болады. Қазір менде бәрі идеальный болып тұр, көрдіңіз ба? Ештеңке выделять етудің қажеті жоқ, өзі автоматически выделять етіліп тұр. Енді осы жерде Next дегенді басамыз. Осы жерде персонаждың суставтарын белгіле дейді. Яғни қимылдай алатындай. Мына қолын кішкене созамыз. Аяғын кішкене созып жібереміз. Мінекей. Енді Next дегенді басамыз. Анимация болып жатыр, күтеміз. Мінекей, көрдіңіз ба? Біздің персонаж қимылдап жатыр. Осы жерде, мына сол жақта өзіңізге қалаған анимацияны таңдасаңыз болады. Мынау тұрған анимация, қолын көрсетіп. Мінекей. Мынау бізде билеп тұрған анимация. Билеп тұр. Так. Мына боковой жақпен жүріп атқан анимация. Мынау бокста сатқан анимация. Неге өздеріңізге қалаған керек іс-қимылды осы жерден таңдай аласыз. Мынау билеп жатқан анимациялар. Мынау секіріп жатқан анимация. Енді анимацияның түрі өте көп екен. Өздеріңіз осы жерден таңдасаңыздар болады. Енді осы жерден Edit деп басып дұрыстасаңыз болады. Осы персонажды енді осы жерде қалай өзімізге сохранить етіп аламыз. Ол үшін ең астындағы төрт бұрыштыны басамыз да,
Осы жерде, мына жерде точкалар тұр, иә, соны басып, загрузить дегенді басамыз. Мінекей өзімізге сохранить етілді. Видео ұнаған болса, лайк басыңыздар, комментарияға сұрақтарыңызды жазыңыздар. Егер де осы видео 1000 просмотр жинаса, мен келесіде күшті нейросет жайлы видеолар шығатын болады. Goodbye!